Нөмір 6. Практикалық сабақ. Тақырып: химиялық қарудың жүктелуі, токсикологиялық сипаттамалары және химиялық барлау аспаптары. Бұл практикалық сабақта химиялық қарудың жүктелуі, қатты әсер ететін улы заттардың, яғни КАУЗ-ның токсикологиялық сипаттамалары және химиялық барлау аспаптары қарастырылады. Сонымен қатар, химиялық зақымдалу аймақтарын есептеу тәсілдері түсіндіріледі. КАУЗ деп арнайы мақсаттарда қолданылатын және адамдар мен жануарларды жаппай зақымдайтын улы химиялық заттарды айтамыз. Мұндай заттар көбінесе жез баллондарда, резервуарларда және теміржол цистерналарында сақталады және тасымалданады. Олар сұйық күйде немесе сұйықталған газ түрінде болады. Соғыс жағдайында қарсыластың ядролық немесе кәдімгі қаруды қолдануы нәтижесінде, ал бейбіт уақытта өндірістік апаттар мен табиғи апаттардың салдарынан химиялық зақымдалу аймақтары пайда болуы мүмкін. Химиялық зақымдалу аймағы деп КАУЗ әсер еткен және адамдар мен жануарлар уланған аумақты айтады. Мұндай аймақтың өлшемдері көптеген факторларға байланысты. КАУЗ-ның физикалық қасиеттеріне, объектідегі улы заттардың мөлшеріне, сақтау жағдайына, ғимараттардың орналасуына, желдің жылдамдығы мен бағытына, сондай-ақ жер бедеріне тәуелді болады. Ядролық жарылыс кезіндегі зақымдаушы факторлардың әсерін бағалаумен қатар, екінші реттік химиялық зақымдалу факторларының ықпалы да есепке алынады. Бұл бағалау барысында химиялық зақымдалу аймағының елді мекендерге, өнеркәсіп объектілеріне және ауыл шаруашылығы нысандарына тигізетін әсері анықталады. Практикалық жұмыстың маңызды бөлігі нөмірі 4. ЕСЕП. Бұл есепте химиялық зауытта болған апат салдарынан 10 тонна хлордың төгілуі жағдайы қарастырылады. Берілген метеожағдайларда зақымдалған ауаның бұлтының таралу тереңдігі, зақымдалу аймағының ені және жалпы ауданы есептеледі. Нөмір 4 есеп арқылы студенттер нақты апат жағдайында химиялық зақымдалу аймағының өлшемдерін қалай анықтау керектігін үйренеді және химиялық барлау деректерін практикалық тұрғыда қолдану дағдысын қалыптастырады. КАУЗ әсерінен болған химиялық зақымдалу аймағына төгілу орны және улы булар таралған аумақ кіреді. Бір объект аумағында бірнеше химиялық зақымдалу ошақтары болуы мүмкін. Азаматтық қорғаныс жоспарын жасау кезінде қолайсыз метеожағдайларда КАУЗ қорының бір мезетте ауаға төгілу ықтималдығы ескеріледі. Химиялық қауіпті объектілердегі жағдайды бағалау кезінде зақымдалу аймағының шекаралары, тереңдігі, ені және ауданы анықталады. Сонымен қатар, зақымдалған ауаның белгілі бір нысанға жету уақыты есептеледі. Бұл деректер эвакуациялау, адамдарды қорғау және құтқару жұмыстарын жоспарлау үшін аса маңызды. Химиялық зақымдалу аймағының шекаралары барлау топтарының көмегімен анықталып, картаға немесе схемаға түсіріледі. Алдын ала есептеу тәсілі арқылы зақымдалу аймағының ықтимал өлшемдері болжанады. Бұл жерде желдің жылдамдығы, ауа қабаттарының тік тұрақтылығы және жер бедері маңызды рөл атқарады. Қорытындылай келе, химиялық қару мен КАУЗ-дың қауіптілігін түсіну, химиялық барлау аспаптарын дұрыс қолдану және нөмір 4 ЕСП сияқты практикалық есептерді орындау төтенше жағдайлар кезінде дұрыс шешім қабылдауға және адамдардың өмірін сақтауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.